Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді эклер дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 350 грамм су, 150 грамм ұн, 150 грамм сары май, 3 жұмыртқа, шым тұз қажет. Ең алдымен қызып тұрған табамызға суымызды құйып, үстінен тұзымызды салып араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстіне майымызды саламыз. Орташа отта болуы қажет. Майымызды толық ертіп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Осылай қайнап тұрғаннан соң астын жай қойып, үстінен ұнымызды салып араластырамыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөле отырып саламыз. Осылай араластырып болғаннан соң қалған ұнымызды салып тағы да араластырамыз. Отымыздың асты жай болып тұру қажет. Бізде осындай қамыр пайда болады. Одан соң бөлек ыдысымызға салып, суығанын күтеміз. 15 минутта толық суып бітеді. Суып біткеннен соң жұмыртқамызды араластырып алып, үстінен бөліктерге бөле отырып салып миксерлейміз. Жұмыртқамызды бірден салуға болмайды. Тағы да жұмыртқамызды салып миксерлейміз. Менің видеоларыма лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Қалған жұмыртқамызды салып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Бізде осындай қамыр пайда болады. Одан соң пищевой пленкамызға салып алып, біздің заварнойымыздың формасын шығарамыз. Барлық қамырымыздан осылай формасын шығарып болғаннан соң қызып тұрған пешімізде 250 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Заварнойымыз пісіп жатқанда печканың аузын ашуға болмайды. Бізде осындай өте әдемі жұмсақ эклерлер пайда болды. Енді біз кремімізге 100 грамм сливкиімізді құйып, үстінен 50 грамм құмшекерімізді салып, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Одан соң үстінен 100 грамм творожный сырымызды салып, біркелкі масса болғанша, креміміз өз формасын ұстап тұрғанша миксерлеп шығамыз. Бізде осындай крем шығады. Енді біз оны пищевой пленкамызға салып аламыз. Эклерлерімізді осылай 2 бөлікке бөлеміз. Одан соң дайын болған кремімізді арасына осылай жағып шығамыз.
өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Одан соң осылай бетін жауып аламыз. Барлық эклерлерімізді осылай жасап шығамыз. Біздің креміміз тура осы піскен эклерлерімізге жетті. Осымен біздің эклеріміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Любой смайликпен бағасын беріп кетіңіздер.